Сәлем достар, мен қазір күніне 2 рет тамақ жеу челлендж жасап жатырмын ғой. Сонымен бөлісейін, қандай пайдаларын көрдім мен. Біріншіден, уақыт пайда болды обедте. Сен басқа бір нәрсемен айналыссаң болады. Хобби, кітап оқу деген сияқты. Екіншіден, ақшаны үнемдейсің, обед алмайсың. Үшіншіден, мысалы көбінесе мен обед ішкен кезде ұйқым келетін да. Обед ішпегеннен кейін немесе просто жеміс жидектер бір нәрсе жесең, салаттар, онда ұйқың келмейді, наоборот энергия аласың да, и көбірек жұмыс істей аласың, көбірек бір нәрсе істей аласың, ұйқы келмейді. Сол да өте үлкен плюс та мен үшін. Жалпы биологияға келетін болсақ, жаңағы таңғы ас пен кешкі астың арасы неғұрлым ұзақ болса, жалпы екі тамақтың арасы неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым адам не істейді, ағзасы энергияның бәрін, обед қорыту керек энергияның бәрін не істейді, қолданады ағзаны тазарту үшін, аурулардан, жаман жасушалардан деген сияқты бүкіл проблемалардан, жасушалық деңгейде. И соңғы айтқым келген нәрсе, бәрібір обед ішпегеннен кейін уже қарның ашады да, и кешкі тамақты сен күтесің. Простой бір тамақ болса да соны қуана жейсің да. Ол бөлек әңгіме ғой. Рамазан кезінде ауызашар күтеміз ғой, сол сияқты сен сол тамақты уже қуанып, ләззат алып жейсің да. Сондай бір инсайттар келіп тұр маған. Соңғы айтқым келген нәрсе, қайсы біріміз нені жасай алмаймын, бірақ жасағым келеді, бұны жасасам өмірім сондай өзгереді деген заттар бар болса, ол бар обычно, именно сол зат жасап көру керек. Өзіңізге сөз беріңіз, басқаларға сөз беріңіз, біреумен келісіп қойыңыз, жасай алмасаңыз бірге ақша бересіз, тиетіндей сумма. И сол кезде бір күн жасап көріңіз, бір рет жасап көріңіз, 2-3 күн жасап көріңіз, сөйтіп челлендж жасап көресіз да, сол кезде көзіңіз жетеді, мен бұны жасай алады екенмін, бұл мен ойлағандай қиын емес екен, қандай керемет, қандай пайдасы тиіп жатыр, ерте жату, дұрыс тамақтану, спорт, кітап оқу, ағылшын, білмеймін, тағы да басқа нәрсе. Өмір қысқа, сол үшін қорықпайық, жасап көрейік. Ертең өкініп жатпайық, өкінсе хотя бы мен жасап көрдім ғой деп айтуға болады да. Блин, жасап көру керек еді, может болатын еді деп емес та. Сол үшін достар, сіздерге іске сәт, кімге пайдасы тиіп жатыр, өте қуанамын. Давайте бақытты болайық, аман болайық.